13-ші аудио мәтін. Дарынды бала. Бұрын ат-арбадан басқа көлік атаулыны көрмеген адамға теміржол бойымен жүретін от-арбаны көру қандай қызық. Адам толы вагондарын сүйреткен бұл пойыз сәл дамылдайын дегендей дәл екінші теміржол вокзалының алдына келіп тоқтады. Үстіне көнетоз плащ, басына шляпа, қолына портфель ұстап, таза европаша киінген бір жігіт вокзалдың шалқасынан ашылған есігінен шығып, қалаға бет алғаны сол еді. Бір нәрседен сескенгендей өз-өзінен селт етті де тоқтай қалды. Не болды екен? Тоқта, мынау домбыра үні ғой, мынау күй ғой, қандай керемет ырғақ, деп естігенін жаңа анықтағандай құмарта түсті. Домбыра үні шыққан жаққа қарай жақындады. Жақындаған сайын домбыра үні де айқындалғандай. Үй төбесіндегі үйілген шөптің үстіне жайғасып алып, домбыра тартып отырған баланы көзі шалды. Содан күй орындалып біткенше тұрды дейсің. Күй аяқтала бергенде, «Қарағым, қай баласың, есімің кім?» деп сұрады бейтаныс жігіт. «Нұрғиса», деді бала үні бәсең шығып. «Жақсы екен, кімнің баласысың?» «Тілендінің, әкем қайтыс болған». «Шешең қайда?» «Үйде, жүріңіз, кірейік», деп Нұрғиса шөп үстінен жерге сырғып түсіп, үйге қарай жүгірді. Анасы Салиха таңғы асқа келген қонақ жақсылық әкеледі деуші еді деп ішінен ойлап жүріп, қонағын төрге шығарып шай ұсынды. «Қара кәстектенбісің, әлде мәті бұлақтанбысың?» деп көңіл айта келген жамағайын туыстарының біріне жорыды. «Жоқ замандас, мен қара кәстектен де, мәті бұлақтан да емеспін. Ленинградтан жеттім. 3-ші курс оқып жүрген жерімнен мұндағыларға музыка сауатын үйрет, оркестр ұйымдастыр» деп арнайы шақыртқан соң жеткен бетім осы. «Туған жерім Ақтөбе, есімім Ахмет. Толығырақ Ахмет Жұбанов боламын», деді сөзін асықпай таныстырған қонақ. Ахмет реті келген соң мұнда бұрылғандағы мақсатын айта бастады. «Талай жерді аралап жүріп, дәл осындай күйші баланы кездестіріп, осындай күйді ешқашан естімеппін. Бұл өзі бір талантты бала болды ғой. Көктен іздегенім жерден табылды» дегендей, балаңыздың шөптің үстінде отырып күй тартуы, менің сол сәтте дөп келуім бір Алланың бұйрығы шығар. Балаңызды музыкалық мектепке берейін, оқытайын. Қазақтың болашағы осылар ғой, деп сөзін түйіндеді. Анасының келісімін алғаннан кейін Нұрғиса музыкалық училищеге қабылданып, қабілетін шыңдады.